Армысыз ағайын, мынау менің көрермендерімнің ішіндегі сәл қисықтау сөйлейтін адамдар болса, үкімет саған қанша төлеп жатыр, Тоқаевты мақтау қаншадан болып жатыр деген сөздеріңізді дайындай беріңіздер. Себебі мен қазір біздің президент Қасым-Жомарт Тоқаевты мақтайын деп тұрмын. Бір мақтанайын деп мақтанбайсың ғой, осындайда реті кеп қала береді деген бір сөз бар еді ғой, тура сондай жағдай болып тұр қысқасы. Мынау әлем окончательно бір жынды көбелектің жолына түсті ағайын. Әлемдік геосаясаттың қай повороттан бұрылатынын қазір Трамптың өзі білмей қалды. Міне осы аласапыранның ортасында ат үстінен түспей біздің президент те жүр, себебі ол кісінің үйіне кіріп нанға май жағып жеуге қазір уақыты жоқ. Дүние қозғалып, жер теңселіп тұр өйткені. Мен қазір осы соңғы жағдайларды сараптап жүріп, мынандай бір ұйғарымға келдім. Тоқаев мырза ақш-тың Иранға шабуыл жасайтынын әлде қайда бұрынырақ білген сияқты, ол тіпті таяу шығысқа сілтенетін қамшының бір ұшы бізді де сабап өтетінін алдын ала білген сияқты. Жалпы біздің президенттің соңғы бір айдағы сапарларына, мынау жанталасқан движениясына қарасаң, соны түсінуге болады. Енді мен сіздерге рет-ретімен осы мозаиканы құрап, Тоқаевтың неге тыншымай жүргенін айтып беремін дәл қазір. Артқа флешбек ағайын. Қаңтар айының алғашқы күндерінен бастап, бүгінгі күнге дейінгі аралықты бір шолып өтейік. Өзі биылғы қаңтар геосаясатта жақсы басталған жоқ қой. Біздің қазақ сол жаңа жылдан кейін есіне енді жинап жатқан кезде Иран елінде халықтың үлкен бір толқуы болғанын сіздер білесіздер. Әлемдік тепе-теңдіктің бұзылатынын кәнігі дипломат ретінде Тоқаев әрине білді ғой деп ойлаймын мен. Өйткені ары қарай біздің президенттің жүрістеріне қарасаң, мынандай нәрселерді аңғаруға болады. Внимание, господа. Алдымен қорғаныс министрлігінде орынбасар ауысты, артынан бір күн өткенде ақш-тың елшісі Тоқаевқа сенім грамотасын берді. Одан бір күн өткен кезде Қасым-Жомарт мырза Израиль премьері Беньямин Нетаньяхумен телефон арқылы сөйлесті. В общем, екеуі ынтымақтастықтан бастап анау-мынау шаруаларды бірге шешейік деп келісті. Ресми Тель-Авив Ақордаға Авраам келісіміне қосылған үшін өте үлкен рахмет айтты. 13 қаңтарда президент қорғаныс министрі Дәурен Қосановты қабылдады. Бас қолбасшыға біздің армияға цифрлық технологияларды енгізу, патриоттық тәрбие жұмыстары туралы ақылын айтып, соңында Қазақстан армиясының жауынгерлік әзірлігін арттыруды туралы конкретный тапсырма беріп кетті. Сосын 17 қаңтар күні қорғаныс министрінде тағы да орынбасарлар ауысты. Ертесіне апыр-топыр ұлттық құрылтайға қатысты да Давостағы форумға ұшып кетті біздің президент. Ол жақта енді Трамптың қасында отырып алып, бейбітшілік кеңесінің жарғысына қол қойды. Трамптың құлағына сыбырлап бірдеңелер айтты да, ақбозатын бұрып алып, өзінің үйіне қайтты біздің президент. Давостан ұшып келе салды да, Индияның премьер-министрі Нарендра Модиді республика күнімен құттықтады. Себебі Митхун Чакрабортидің отандастары қазір әлемдегі жетекші күштердің бірі. Сондықтан оларды да уақытында құттықтап тұрамыз. Содан кейін енді бір демалып алам ба деген кезде Израильдің сыртқы істер министрі Гидеон Сар сап етіп Астанаға келе қалды. Оны да жоғарғы деңгейде күтіп алып, асын беріп, арқасынан қағып шығарып салдық. Одан кейін біраз үй шаруасын реттеп тастаған соң асығыс Пакистан еліне ұшып кетті Қасым-Жомарт мырза. Исламабадтың әуежайынан Тоқаевты премьер-министр Шахбаз Шарифтің өзі оқушыларына тақпақ айтқызып мәре-сәре болып күтіп алды. Енді екі мемлекет декларацияға қол қойған соң біздің президент пактарды бір құдасын шақырғандай қылып Қазақстанға шақырды. Биыл бізге қонақ болып кеп кетіңіздер, сөйтіп біз дос болайық, қорғаныс саласын нығайтайық деді. Деді де екі елдің қорғаныс министрлері бір-бірімен қол алысты, бірақ бізге келіп үлгермей жүйкесі тозып кеткен Пакистан тәліптерге қарсы соғыс жасап өз бетімен әуре болып кетті. Астарын ұқтыңыздар ма енді бұл сапардың, жалпы бұл мәселенің? Хош, Астанаға келген соң ақш-тың елшісі болып жүрген Джулия Стафт деген сұлу келіншек Қасым-Жомарт мырзаның қабылдауында болды. Соңында біздің президент Дональд Трампқа дұғай-дұғай сәлем айтып, комплиментті үйіп төгіп, Джулия ханымды шығарып салды да. Внимание, жетпей жатқан Путин есіне түсіп кетті ме, әйтеуір Кремльге телефон соғып, орыстың басшысымен екеуінің біраз әңгіме айтқаны бар. Тоқаев мырза Владимир Путинді Қазақстанға ресми сапармен келуге шақырды да қайтадан ақш-қа бейбітшілік келісімінің алғашқы отырысына ұшып кетті. ақш-та сол Боинг ұшақтарын шығаратын компанияның басшыларымен самолеттардың мәселесін шешіп, мақтаншақ Донимен бір кездесіп, одан кейін асығыс елге келді. Себебі қазақ даласына Сербия мемлекетінің президенті Александр Вучичтің самолеті кеп қонды. Сербия бұлай жері кішкентай болғанмен атағы жер жаратын үлкен заманауи қару-жарақтар шығаратын ел. Осылай түрлері бір-бірінен аумайтын екі президент қару-жарақ мәселесін талқылап, енді шай іше берем деген кезде тура 28 күні жынды Трамп Хаменейді бірақ ұрып жігіттермен жабылып
төбелес бастап кеткенін сіздер білесіздер. Іле шала біздің президент Біріккен Араб Әмірліктері, Катар, Бахрейн, Оман, Сауд Арабиясы сияқты мұнайға малтып отырған елдердің басшыларымен сөйлесіп, Ираннан ұшқан зымырандарға Қазақстанда алаңдайды деп өзінің көңілін білдіріп қойды әйтеуір. В общем, жағдай осы, құрметті көрермен. Біздің президент жалпы Қазақстанның қорғаныс қалқанын қалыңдатып жатыр қазір. Мүмкін әлемдік саясаттың призмасында ол біреулерге бір кішкентай болып көрінетін шығар. Бірақ дипломатияның дариясында Тоқаев ең үлкен акулалардың бірі. Әлем елдері быт-шыт болып бір біріккен групповой төбелесіп жатқан кезде Тоқаев өзіне бір удар тигізбей, тыныш қана сүйкімді бала болып отыр қазір. Владимир Путинді Астанаға сапармен шақырып қойды. Жай сапар емес, мемлекеттік сапар. Әрине мұндай шақыруды қазір ешқайда қонаққа бара алмай зерігіп жүрген Путин қуана қабылдайтыны рас. Ал Тоқаевқа өкпелегіш Путиннің қазақтың етін жеп 100 грамын ішіп, Қасым-Жомартқа ризамын деп мәз болып кеткені ғана керек. Ал Қытай бізге баяғыдан риза, олардың бір белдеу, бір жол деген сауда сызығы Қазақстанның даласымен өтетінін сіздер білесіздер. Ал Америкамен өздеріңіз білетіндей 17 миллиардтық келісім жасап, аймақтағы ең негізгі деген бейресми партнерлардың статусын біз қазір алып алған сияқтымыз. Яғни біздің қазақтың қасқыры әлемдік алпауыт Айдаһардың да, Ағаюдың да, мұхиттың арғы жағындағы Ақбас бүркіттің де алдында мықты жігіттің миссиясын орындап тұр деп санаймын мен. Осының бәрі жалпы Тоқаевтың тоқтамай жүгіргенінің арқасы ғой негізі, ағайын. Егер ол Ақордада аяғына массаж жататын болса, біз құрайтын едік. Себебі қазір болашақты болжай білетін лидерлардың заманы келді. Қасым-Жомарт мырзаны бір қатты мақтап кетсем кешірерсіздер. Сүйер ұлың болса сен сүй, сүйінерге жарар ұл демей ме қазақ? Жалпы сыртқы саясатта біздің президентке ешқандай әңгіме айта алмаймын мен. Бәрі красиво, бәрі рет-ретімен. Бірақ ішкі саясатта енді өкінішке орай деген жағдайлар өте көп. Бірақ ол енді мүлде басқа тақырып. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, ағайын. Осы қазақтың тыныштығы үшін көрінбейтін майданында тер төгіп талай азамат жүр. Соларға темірдей жүйке мен бекзада болмыс тілеймін. Әзірге осы, барлығымыз саяси сауатты болайық, ағайын.